Кайырлы күн достар. Бүгін Корей халқының ет қосылған көкси тағамын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге ет, лапша, қызанақ, қияр, қант, жұмыртқа, соя соусы, уксус қажет. Әуелі қазанға су құйып қайнатып, лапшамызды пісіріп аламыз. Содан соң қызып тұрған табада жұмыртқамызды құймақ тәрізді қуырып дайындап аламыз. Табаға етімізді салып араластырып қуырып, баяу отта бұқтырамыз. Осы кезде қазанға су құйып қайнатып аламыз. Оған 1 ас қасық уксусты, 3 ас қасықтай соя соусын, қантты, тұзды қосып араластырып отырып қайнатамыз. Лапшамызды тостағанға салып, үстінен дайындап алған ерекше суымызды қосамыз. Бетіне қимақ тәрізді пісірілген жұмыртқамызды турап саламыз. Ұзынша етіп туралған қиярды қоямыз, қызанақты саламыз. Содан соң етімізді қойып шығамыз. Міне достар, Корей халқының тағамы көкси дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналыма жазылып лайк қоюды, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман болыңыздар.